Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен борщтың өзімнің үйде дайындайтын рецептісімен бөліскім келеді. Ғаламторда бұл сорпаның сан түрлі рецептілері бар, және де әр ас үй ханшайымы оны өзінше дайындайды. Ал мен бүгін сіздерге өз нұсқамды көрсетемін. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызға салқын су құямыз және оған етімізді салып, дәміне қарай тұз қосып, бетін жауып қайнағанын күтеміз. Қайнай бастаған соң бетіндегі көбігін барлығын жақсылап аламыз және міндетті түрде орташа отқа қоямыз. Менде ең үлкені 9, соның 5-іне қоямын. Кейін қақпағын жауып, орташа отта кемінде 1,5-2 сағат пісіретін боламыз. Етіміз пісейін деп қалған кезде борщтың салмасын, яғни зажаркасын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға сұйық май құямыз және пиязымызды орташа көлемде турап қуырамыз. Пиязымыз қуырылғанша бір үлкен немесе 2 кішкентай сәбізді алып, осындай ұзынша үккіштен өткіземіз. Табаға сәбізді де қосып бірге қуырамыз және міндетті түрде жиірек араластырып тұрамыз. Сол уақытта свекла, яғни қызылшаны да дайындаймыз. Мен қызылшаны осындай блендер көмегімен еземін, бірақ сіздер егер қаласаңыздар, оны да үккіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Дайындап алған қызылшамызды да табадағы пияз бен сәбіздің үстіне қосып, жақсылап араластырып, бірге қуырып дайындаймыз. Келесі кезекте 2 ас қасық томат пастасы және 2-3 түйір сарымсақты да қосамыз. Барлығын араластырып, 2-3 минут шамасында қуырамыз. Біздің зажаркамыз дайын. Енді піскен етімізді алып, сол сорпаға зажарканы саламыз. Кейін сол сорпаға ұсақтап ұзыншалап туралған 40 қабатты және де картопты кубиктеп турап саламыз және барлығын 10-15 минут пісіреміз. Және кейбір борщтың рецептерінде күріш те қосып жатады. Мен үйде дайындағанда кейде қосамын, кейде қоспаймын. 2-3 ас қасық күрішті жуып, осылай 40 қабатпен бірге салып, 15-20 минут қайнатамыз. Әрине күрішті қосу қоспау ол өз еріктеріңіз. Және дәмін беру үшін қаласаңыздар лавр жапырақтарын қоссаңыздар болады. Үйдегі менің кішкентай балаларым осы борщ тағамын өте сүйіп жейді. Және олардың қалауы бойынша мен 40 қабатты кішіректеу қылып тураймын және жұмсартып пісіремін. Біздің міне борщымыз дайын болды. Міндетті түрде еттеріңізді турап, дәл осылай қаймақпен, аскөкпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Егер сіздерге менің бүгінгі видео рецептім ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, комментарийге жаза кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды, және алдағы рецепттерімді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдында айтып өткенімдей, борщты әр ас үй ханшайымы өзінше әртүрлі дайындайды. Мен бүгін сіздерге өзімнің рецептімен бөлістім. Ұнады деген үміттемін. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға ас болсын.